Жетісай ауданындағы Асық-Ата емханасына жыл басынан бері 2500-ден астам жүкті әйел тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда едәуір артқан. Елге төнген қауіпті індеттің салдары аяғы ауыр келіншектерге де зиянын тигізуде. 8 айдың көлемінде 160-қа жуық жүкті әйел пневмонияға шалдыққан. Сондықтан аурухана мамандары аяғы ауыр келіншектерге дұрыс күтім қажет дейді. 9 айлық жүктілік нәзік жандылар үшін оңайға соқпайтыны белгілі. Әйелдің денсаулығы мен жалпы жағдайы іштегі балаға тікелей әсер етеді. Денсау бала дүниеге келу үшін дұрыс тамақтанып, пайдалы дәрумендер қолдану керек дейді мамандар. Жүктілік кезде кездесетін жеріктік, жүрек айну, әлсіздік сынды жайттардан вирус жұқтырып алу қаупі басым болады. Жыл басынан бері аурухана есебіндегі жүкті әйелдердің 160-ы вирус жұқтырып ауырған. Шұғыл шаралар нәтижесінде қазір олардың жағдайы жақсы. Пневмониямен де ауырып жатқан жүкті әйелдеріміз бар. Оларда жылдың басынан 160-дай бар болса, оның ішінде ковид положительный жаңағы оң нәтиже бергендер 11 болғанмен, олардың жаңағы симптомсыз деп айтамыз ғой. Қазіргі жағдайлары жақсы, олар жалпы дәрігерлік өздерінің амбулаторлық дәрігерлерінде, яғни жаңағы терапевт дәрігерлерінде бақылауда. Ауруханада 17 жастан ерте жүктілік бойынша 11 жағдай тіркелген. Әзірге оның екеуі өздігінен босанып алды. Әлі айы күні келмеген 1400 әйел тіркеуде тұр. Олар жалпы 8-ге жуық гинекологтың бақылауында. Есепке тұрғаннан бастап өздерінің учаскелік медбикесі, акушеркасы бар. Жаңағы айтырмын, қазір карантинге байланысты телефон арқылы обзвон, қайта-қайта обзвон жасалынады, чек-лист толтырылады. Арнайы өздеріне чат ашылған, жүкті әйелдер өздерінің участогінде, мысалы, әр жүкті әйел бір акушеркада, мысалы, 35 жүкті әйел болса, соған WhatsApp арқылы сұрақ жауаптармен обзвон жасап отырады. Егер жаңағы сұрақтарында түсініксіздеу или жаңағы қауіпті белгілердің біреуі болатын болса, дереу акушерка егер өзі барады, ал егер жаңа пневмонияға или жіті ауруларға белгілер бар болатын болса, мобильді топты жіберіледі үйіне. Жүкті әйелдер жекеменшік емханаларда тегін қаралады. Кепілдендірілген медициналық көмек пакеті шеңберінде анализдердің барлығын ультрадыбыстық зерттеу сынды қызметтерді тегін алады. Осылай деген дәрігерлер індет өршіп тұрған шақта аяғы ауыр әйелдерге қауіпсіздік шараларын сақтауды шақырады. Клара Шербайқызы, Рысбек Асанұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.